Баршаңызға сәлем, сіздермен Балнұр. Бүгін сіздерге етсіз гречкадан өте дәмді котлет жасауды үйрететін боламын. Жасау жолы өте оңай, еттен ешқандай айырмашылығы жоқ, өте дәмді котлет. Осындай қолтаразы алып алсаңыздар өздеріңізге ыңғайлы. Әр затты өзінің грамм бойынша есептеп алғанға жақсы. Ыдысымызға 300 грамм гречка саламыз. Үстіне су құйып, жақсылап жуып аламыз. Жуып болғаннан кейін, енді осы гречкамызды алдын ала пісіріп аламыз. Енді келесі кезек сәбізімізді аршып, жуып, үкіштің көзінен өткізіп аламыз. Бір бас пиязды алып, оны да өте ұсақ етіп турап шығамыз. Табамызға май құйып, қыздырып алып, пиязымызды салып қуырамыз. 2-3 минуттай қуырып болған соң, үстіне сәбіз салып, оны да жақсылап қуырып шығамыз. Біздің гречкамыз пісіп шықты, ыстық күйінде шанышқының көмегімен езіп шығамыз. Үстіне жаңағы қуырып алған пияз бен сәбізімізді саламыз. Және өте ұсақтап туралған 2 тісше сарымсақ саламыз. Сарымсақты міндетті түрде қосыңыздар, өте ерекше дәмін береді. Дәміне қарай тұз бен бұрыш саламыз. Бізде гречка 300 грамм болғандықтан үстіне 3 жұмыртқа саламыз. Егерде 200 грамм қылып жасайтын болсаңыздар, 2 жұмыртқа деген сияқты. Солай отбасыларыңыздың көптігіне немесе аздығына қарай жасай берсеңіздер болады. Барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. Ең соңынан үстіне қаймақ саламыз. Мен 20% қаймақ салдым. Барлық пайыздағы қаймақ жарайды. Тағы да барлығын біркелкі етіп араластырып шығамыз. Бізде осындай қою масса болып шығады. Енді қолымыздың көмегімен кішкене қасықпен алып, котлеттің формаларын жасаймыз. Достар, егер сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төменде подписаться батырмасын басып, тіркеліп алыңыздар. Және каналымды жоғалтып алмас үшін қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Бұл котлет тура ет сияқты сондай дәмді, әрі өте әдемі болып шығады. Құрамында ешқандай ұн қосылмайды, сондықтан диетада жүрген жандарға да жасап жеуге болады.
Осылай котлеттің формаларын жасап болған соң, майды қыздырып, котлеттерді қып-қызыл етіп, екі бетін қызартып қуырып аламыз. Енді сіздерге дегустацияны өзім жасап көрсетемін. Дәмі сондай ерекше, өте дәмді котлет. Шынында еттен кем емес, ешқандай айырмашылық жоқ. Бір жасағаннан өте керемет болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де және отбасыларыңызға да ұнайтыны сөзсіз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Балнұр. Сау болыңыздар.